Сәлем достар, сіздермен бірге мен Games анасы. Бүгін біз Crafting and Building ойынынан выживание бастайтын боламыз. Достар, бұл летсплей емес, және ғана просто бүгінгі выживаниемызға арналған ғой. Бұл ешқандай летсплей емес, оны қоса жалғастырам. Сіздерге қоса жалғастырам. Ал мен бірінші ағаштарымды добывать етіп алайын. Осы ағашты добыварды. Достар, видеоны лайк басып анаға тіркеліп кетіңіздер, тіркелмеген болсаңыздар. Менде 3 подписчик, рахмет сіздерге. Ешкім қарамайды ма? Білмеймін. Мен видеомды ешкім қарамайды. 1-2 жылдан кейін қарайтын шығар. Бірақ қазір ешкім қарамай жүр. Білмеймін достар. Ал мен достарымды тауықтарды өлтіріп алайын. Өлтіріп сосын өзімізге бірінші тамақтарымыз. Содан кейін шахтаға барайын. Қазір верстак. Болды достар, мен қазды жернасын деппін ғой. Өзіме керекті инструменттерді жасап алдым. Жернасын қазайында. Тездетіп шахтаға түсейін. Мен айтып түстім. Жақсы, онда мен судың астында түссем, судың астында зерттеп көрейін, не бар екен. Тым жоқ сияқты достар суда. Мен қалай шығамын мына жерден? Қазір мына жерді сындырайын. Содан кейін шығатын боламын. Топырақты сындыру қиын болады. Достар, мен тым шығып Тезет положить болып достар. Жоқ, достар, біз өлеміз қазір. Достар, біз өліп қалдық. Ештеңе етпейді. Онда мен заттарым керек емес маған. Бәрібір де табамын ресурстарды, маған керек емес заттарым. Бұл егерде хардкор болса, онда бітті ғой. Онда достар, мен бүкіл осы мен летсплейім бітеді. Мен хардкордан өлсем егерде. Ал мен қазір сындырайын ағаштарды. Қайтып выживаниемізді бастаймыз. Попытка 2. Мен ағаштарды сындырып отырам. Келмейді, сол үшін мен тездетіп өзіме верстак жасап алайын. Сосын келетін боламыз достар. Бір рет спидран жасап көрейін ба өзім. Ешқандай хантерсіз. Сіздердің видеоларын көріп жүрмін. Хантерлермен тек қана. Ешқандай хантерсіз спидран жасап көрейін ба. Ал егер жанаса лайк басып анаға тіркеліп кетіңіздер, сосын комментарий жазып кетіңіздер, ұнаса спидран жаса деп, содан кейін жасайтын боламын. Ал достар, мен қазір мына ағаштарды добывать етіп алайын. Өте көп ағаштарды. Осыны гүлдерді тапқы керек, әйтпесе көз маған қой керек, қойдың жүнінен айналдыру керек, әйтпесе. Мысалы, кім біледі, менде мысалы 2 түсті қойды көріп қалсам, екінші қойды іздеп жүргім келмейді, сол үшін. Тездетіп жақтан тездетіп шын сындыра берейін естіп. Кеттім, мына тауықтарды өлтірейін. Шошқаларды жемеймін, маған шошқаларды өлтіріп қажет емес. Осындай халалызды жеймін деймін ба. Бірақ мен шынымен де шошқаны жемеймін. Шошқаның еті харам екенін білесіздер. Менде 57 дұп бар. Үйге жетіп қалмайтын сияқты. Үйге жетпейді, бірақ бір үй салармын. Бір әдемі үй салатын шығармын. Қандай коробка болса да. Кішкене үлкейтейін мына жауырларын. Қандай үй салғым келмейді.
Мен достар, менде адубалар бітті. Тек қана осы ойда болды содан кейін үйім бітті деген сөз. Содан кейін тек қана крышасын жасау керек. Содан кейін менің толықтайы бітті. Өзім штаты ойында. Қазір істепейін. Бұл достар, біздің үй дайын, почти. Қазір импорт па? Қандай? Соны жасап тастайын. Бұл достар, менде верстагымды қойдым үйіме. Енді не істеймін? Менде мына жоқын өзіме үйретойын ба, жоқ маған керек емес. Маған тамақ керек достар сосын. Тамақ бар менде, бірақ ондай тамақтар маған піскен тамақта жақсы сияқты. Şimdi мына шикі тамақтардан гөрі real beef дейді. Шикі қойдың еті, сиырдың еті. Онда мен жеді қазып, айшақ қымтып кетіп маған керек етті бір сәт. Кирка керек еді, кирка. Жоқ достар, маған реклама болады, Crafting and Building маңда рекламалар көп. Сол үшін айып етпеңіздер. Ал мен тек мына тауықтарды өлтірейін. Бүгінгі күніміз тамақпен өтсін. Тамақтан проблема көп. Ашып жақсартына қоң келмей тұр. Мұнда ештеңе менде тек қана 6 ғана чикен бар. Тауық бар. Қой жүр мұнда, өлтіріп тастайын. Бір ғана шерсть түсті. Бұл шерсть түскенде өте жақсы. Тағы да қой кетіп көттім. Достар, мен мыналардан қызылдан жасадым. Кетті, одан сарыдан жасайық. Сары түстен жасаған жақсы сияқты. Мен красителерді лақтырып тастайын. Қайда красителер жақсы керек емес. Бұл достар, бізде дайын шерсттер тек қана. Достар, болды, бізде кровать бар енді. Бұл достар, бізде кровать бар. Енді бізге ұйықтың проблема болмайды. Мына ағаш өсіп кеткен екен достар. Бана ғана қойып кетедім, сағын етсін. Бірден өсіп кеткен. Мен ағашты тезде сындырып алайын, сосын полымды жасайын. Солай дамып. Сосын шахтаға түсеміз екінші күні достар. Кеш болып жатыр достар. Мен мұнда тездетіп кровать жасап алайын өзіме. Крышасын салып тастайын үйімнің. Екі рет жасап қалуға алдым. Достар, мен көп сөйлемей жатсам ренжімеңіздер. Достар, бізде дайын кровать. Енді ұйықтай берсек болады. Оған енді тек тамақ керек болып тұр. Тек қана тамақ керек болды сосын. Печка керек сосын болды, бізде тамақтан проблема болмайды, печка болса. Осылай digging straight down жеді қара керек естіп.
Бүгін достар, бүгінгі күнімізді шахтада өткізейік па? Өте керемет видео сияқты. Бізге шахтаға печка керек емес, бізге онда қазір керек, бірақ ағаш бірінші кирка керек. Әйтпесе каменной киркамен, каменной деппін ғой, деревянный киркамен сындыра бергім келмейді. Босқа уақыт кетеді, сонымен сындырсақ. Ол достар болды, бізде дайын. Бізде бәрі дайын. Енді мынаны қояйық та. Ол достар, жарық қылып біздің шақты. Мұны мен қазір көтерілем ба деп ойлаптым. Жоғарға. Менде ағаш жоқ достар. Ағаш бар ма екен? Бір пысадыр. Ол достар, мен де хотя бы жүгіре аламын. Жетіңізде достар, мен қазір жоғарға барып келейін. Тездетіп ағаштарды сындырбайын өзіме. О, алма. Как раз тамақ керек болып жатыр еді. Қайда алма? Алма қайда кетті? Мен жақта емес пе? Мында тұр екен ғой. Өлтіремін әйтпесе азайып қалар біздің жақта жануарлар. Аспабын жасайтын білем, бірақ алыс жақтан жасау мүмкін. Үйдің айналасында жүре берсе алыс жақтан жасайды. Мен телефонымды лагать етіп жатыр достар. Ренжімеңіздер. Мен түсіндіре берейін де. Киркамды алайынды, мыналарды сындырып. Мен сындырып кеттім ғой. Тастарды алып, жинап алайын да. Железо табу керек маған сосын. Қазір тездетіп железо табайын. Бітті, менде жоқ енді ешқандай. Көтерілейін ба жоғарға достар? Әлі көтерілмей қояйын ба? Көтерілейін ба жоғарға? Мен кеттім достар одан да. Одан мен ағаштарды сындырып келейін. Есікті, иә. Есікті қайнатуға болатын еді. Есікті тамақ пісіруге қолдануға болады. Екі есік керек емес маған. Сол үшін оларда тамақ пісіруге қолдануға болады. Көптеген маған палкалар керек, содан кейін мен өзіме әрине ладдер жасай аламын. Лестница. Мен тездетіп өзіме лестница жасап келетін боламын. Екеуі түсіпті сразу. Мен тездетіп барайын. Жоқ достар, мен қадіресіп кетіп. Реклама. Тапор бол достар, мен дайынмын. Монстрлармен шайқасуға. Ал достар, мен бүгінгі бөлімді аяқтаймын. Егер де видеоны лайк басып, атырып кетіңіздер. Ал сау болыңыздар. Ал сосын достар, айтатын бір зат бар. Егер де сіздер тағы да қаласаңыздар осы ойыннан, онда мен осы ойын жалғастырамын. Просто мен не үшін ОСП ашпағымды айтайын. Себебінде ОСП өте көп деп 3-4 ОСП бар. Менде хардкор бар, скайблок бар. Содан кейін тағы да не бар? Тағы да басқа
сосын тағы ұмытып қалыптым достар, тағы да бір болып еді. Атын ұмытып қалып. Иә, бір блок бар сосын. Солар сондай летсплейлер бар. Сол үшін қоспай-ақ қойын, көп летсплейді. Ал достар, сіздермен болған мен Геймс арнасы. Сау саламатта болыңыздар.